4-ші сынып апталығы қазақтың бас ақыны Абай Құнанбайұлының 175 жылдығына орай өлмейтұғын артына із қалдырған атты тақырыпта болмақ. Біз 4-ші сынып ұстаздары Абайдың мұрасын бала бойына сіңіруді мақсат етудеміз. Осы орайда біздің шәкірттеріміз Абайдың өмірі мен шығармашылығынан тәлім алуда. Қазақтың ұлы ақыны Абай Құнанбаев 1845 жылы Семей қаласында дүниеге келген. Оның шын есімі Ибрахим болса да, анасы Ұлжан оны Абай деп еркелеткен. Сол тарихта да Абай болып қалған. Әкесі Құнанбай би болған. Әжесі Зере мен анасы Ұлжан айтқан ертегілері мен аңыз әңгімелері, тарихи оқиғалары Абайдың ой санасына әсерін тигізеді. Ол 14 жасынан бастап өлең шығарған. Оның 45 қара сөзі бар. Қара сөздері жаман мен жақсы туралы баяндалған. Халқын алға ұмтылуға шақырған. Менің сүйікті өлеңдерімнің бірі «Әсемпаз болмай әр неге» өлеңінен үзінді. Әсемпаз болмай әр неге, өнерпаз болсам ар қалар. Сенде бір кірпішті неге, кетігін тапта бар қалар. Абай Құнанбай жазушы, композитор. Ол көптеген шығармалардың авторы. Мысалға, Күз, Абай ақын. Абайдың 15-ші қара сөзі. Егер де есті кісілердің қатарында болған кезде, күніне бір рет, болмаса жұмасына бір рет, ең болмаса айына бір рет өзіңнен өзіңе есеп ал. Сол есеп алғаннан бергі өміріңді қалай өткізген екен? Не білімге, не ақыретке, не дүниеге жарамды күніңде өзің өкінбестей қылықпен өткіздің ба? Болмаса не қылып өткізгеніңді өзің білмей қалдың ба?